Қымбатты оқушы, біз енді өзіңмен алып ер тұңға деп аталатын ежелгі дәуір әдебиетінің біздің заманымызға дейінгі 7-ші ғасырда өмір сүрген түркілердің көсемі туралы сабағымызды бастаймыз. Алып ер тұңға бұл түркілердің көсемі болған. 7-ші ғасырда өмір сүрген. Бұл одан кейінірек Фирдаусидің Шахнама дастанында аты айтылатын Түр елінің, Тұран елінің патшасы Афрасияф деген атпен мәлім болған көсем екен. Мінекей бұл Иран елі үнемі түркілердің жерін, елін, малын, байлығын тартып алып қайта-қайта шабуыл жасай бергеннен кейін, міне оған қарсы шабуылды ұйымдастырған көсем. Бұның Қаз деген қызы, Барсхан деген ұлы болады. Мінекей осы Иран еліне қарсы шайқасты бастап, барлығын жеңіп келгендіктен оған Алып ер тұңға деген ат береді. Алып ер тұңға өлген кезде халқы оған жоқтау шығарады. Бұл жоқтау Махмұд Қашқаридың Дивани лұғат әт-түрк атты сөздігінде көрсетіледі кітабында. Міне елдің қалай жағасын жыртып, өгіздей өкіріп, шуласып, жылағандығы туралы жоқтау, міне Алып ер тұңғаның халқына қасиетті, қадірлі, беделді адам болғандығын білгізеді екен. Алып ер тұңғаның халқына қасиетті, қадірлі, беделді адам болғандығын білгізеді екен. Осы Алып ер тұңға жайлы қосымша мәліметтерді Ханғали Сүйіншәлиевтің, Немат Келімбетовтің, Мырзатай Жолдасбековтың кітаптарынан қарауыңа болады.